Ойланып көрші, сен Майнкрафт ойыннан әртүрлі серверлерге кіріп ойнағың келеді, және де бір белгісіз серверге кіріп көрдің. Ойынны ойнап жатқан кезде бір нәрсені байқадың. Бұл серверде ешқандай да ойыншы, тіпті жануарлар да жоқ. Кенеттен сен біреудің жүріп бара жатқан даусын естідің. Бірақ бұл қалай болуы мүмкін, егер де сен сервердегі жалғыз ойыншы болсаң? Дәл осы оқиғаны мен сіздерге 6 ай бұрын айтқан болатынмын. Видеомыз Эдвард Холлоудың тақтайшадағы сөздерді оқығаннан біткен еді. Ал енді бүгін дәл сол видеоның екінші бөлімі. Сәлемдер, сіздермен бірге бұл меміздер жанысы, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге Майнкрафттағы тылсым сервердің екінші бөлімі жайлы айтатын боламын. Сіздер дәл осы бөлімді көп күттіңіздер. Ал енді видео самай жатып арнаға тіркеліп видеоға лайктарыңызды басып, видеоның соңына дейін қарайық. Егер де алдыңғы бөлімін көрмеген болсаңыздар, міндетті түрде көріп кетіңіздер. Видеомызды бастаймыз. Алдыңғы видеолардан кейін Эдвард Холлоу өзінің Twitter парақшасына осылай пост қалдырып кетті. Менде тамақ бітті, себебі мен алдындағы тақтайшадан алысқа қашып кеттім. Бірақ мына нәрсені таптым. Суретке қарасақ, бітпей қалған үйді көруімізге болады, бірақ та оның қасына жақындағанда бәрі түсінікті болды. Егер де біз келесі видеоны көрсек, бұл үй емес, шахта екенін көреміз. Эдвард астыға түседі, факелді қасына қойып, аздап көмір жинауды шешеді. Барлығын істеп, артқа қайтады және тақтайшасы бар сандықты көреді. Қасына жақындап сөздерді оқиды. Мінекей, бірнеше алмаз сендерге, менің достарым. Шынымен де сандықтың ішінде көптеген алмаздар бар еді, бірақ та бір кезде бұл тағы да бір ойыншық адамының дауысы болатын. Эдвард қатты қорқып шахтадан кетуге асығады, ал шығар есікте оны тағы да бір тақтайша күтіп тұрған еді. Қорқпа, мен тек достасып ойнағым келді. Видео Эдвардтың шахтадан шығу үшін жоғарыға көтеріліп бара жатқанынан аяқталады. Кім бұл тақтайшалардағы сөздерді қалдырған? Оның сөздеріне қарағанда, бұл адам ешқандай да Эдвардқа зиян келтіргісі келмеген секілді. Бірақ бұл серверде жүріп, шахтадан тағы да бір адамның дауысын есту Эдвардты қатты үрейлендірді. Ал одан да қорқыныштысы Эдвардтың Twitter парақшасындағы келесі посты болды. Ақыры жеуге жарамды бірдеңе таптым-ау. Тамақ аз, бірақ әйтеуір бірдеңе бар. Ескерту, бұл серверде мобтар, құбыжықтар немесе жануарлар мүлдем пайда болмай ма? Қандай бір түрлі. Қайтадан айтып өтсек, серверде ешқандай да жануар жоқ. Соның себебінен тамақ табу өте қатты қиын болды. Оның жолы болды, ол бірнеше шөп блогын тапқан болатын. Бірақ бұл скриншотта өте қорқынышты нәрсе бар. Әрине, бұл бірден көзге түспейді, бірақ та дұрыстап анықтап қарасақ, жалпы мен де бұл суретті басында көргенде қатты үрейленіп кеттім. Ал сіздер дайынсыздар ма? Суретте үйдің жанында белгісіз адам денесін көруімізге болады. Шынымен де осы суреттегі адам Эдвардпен тақтайша арқылы сөйлесіп келді ме? Адамның қадамдары да содан естілді ме? Және де осы кезге дейінгі айқайлар да содан шықты ма? Мен сіздерді келесі видеоны бірге тамашалауға ұсынамын, себебі бұл видеода құпия маңызды нәрселер ашыла бастайды. Эдвард үйдің төбесінен асыға түседі, ол даладан біртүрлі жерді байқап қалады, қабірге ұқсайтын, және ол жерден тақтайшаны көріп сөздерді оқиды. Жақсы демал, Мэтт. Біз ешқашан сенің жақсылығыңды ұмытпаймыз, досым. Достарыңның атынан Джордж, Уилл, Тайлер және Киви. Яғни Мэтт өмірден өткен екен. Бұл жағдай 2016 жылы сәуірде орын алған. Және бірінші бөлімдегі Уиллдың жазбасы да осы кезде бізге түсінікті болады. Эдвард қабірден алса, біреу қайтыс болған ба деп сұрайды. Иә, достар үшін Мэттті жоғалту болу өте қиын болғаны анық. Мэтт қандай да бір аурудан немесе тағы да бір басқа себептерден өмірден кеткен секілді. Бұл видеода біз Эдвардтың үлкен бағанаға жақындап келе жатқанын көреміз. Қасындағы тақтайшада бұрын бұл жерде Джордж жаттыққан деп жазылған. Алдыда еш ерекше емес портал орналасқан. Барлығы әдеттегідей секілді көрінеді. Жергілікті құрылыстарды зерттей жүріп, ол кездейсоқ бір тақтайшаға тап болады. Жазуға қарағанда дәл оның алдында қайтыс болған Мэттің үйі болуы керек, бірақ оның орнында ештеңе жоқ. Содан кейін Эдвард бізбен сөйлесе бастайды. Бұл жер сондай бақытты болған секілді. Бұл сол қайтыс болған жігіт. Оның үйі қайда? Эдвард алға жүреді және біз мынаны көреміз. Үйдің орнында терең шұңқыр бар. Мэттің үйі неге жойылған? Мұның артында кім тұр? Бұл серверде не болып жатыр өзі? Келесі видеода Эдвард орталық алаңмен жүріп келе жатып, тағы да біреудің тақтайшасына тап болады. Кетпе, олар қалай? Сен кімсің? деп жазылған. Қорқан Эдвард үрейленіп тақтайшаны сындырып қашып кетеді. Оның қашуы оны фонтанға алып келеді. Ол сол жердің түбіндегі тағы бір кітап салынған сандықты көреді. Кітаптың ішінде бізбен әлі кездеспеген бір маңызды нәрсеге алып баратын координаттар жазылған.
Бірақ оның орнына келесі видеода Эдвард Меттің үйіне, яғни дәлірек айтқанда, ол бұрын тұрған жерге баруды шешеді. Бір шелек сумен қаруланып, ол жердің ең түбіне түсуге кіріседі. Төменде алғашында ешқандай күдікті немесе табиғаттан тыс нәрсе байқалмайды. Бірақ жүрген соңда бізге ешқандай да нақты белгі беретін нәрсе таппайды. Бірақ оның инвентарында кітап пайда болды. Ол оны бірден байқамайды, тек видеоның соңында ғана ашады. Мен әлде олардың қайтып келуін күтіп жүрмін. Өтінемін, Джордж, Уилл, Тайлер, Киви, қайтыңдар. Менде бір сұрақ туындады. Бұл кітапты кім қалдырды? Бір нәрсе анық, бұл серверде бірге ойнаған достар тобын жақсы білетін адам жазғаны. Сонда олардың араларында тағы да біреу болған ба? Барлығы ұмытқан, ешкімде білмейтін. Әлде Мет шынымен тірі болуы мүмкін бе? Мен координаттардың дәл сол үйге апаратынын анықтадым. Маған бұл мүлдем ұнамай тұр. Мен көрсетілген координаттар бойынша баруға шешім қабылдадым. Эдвард видеоны сол кітапта көрсетілген үйдің алдында бастайды. Ол есікті ашып, ішке кіреді. Ішін мұқият тексеріп, белгі іздей бастайды. Көзіне бір жұмбақ тақтайша түседі. Ол оны сындырып жібереді. Тақтайшаның астында Меттің жасырған құпия орны болып шығады. Маған көп уақыт қалған жоқ. Мен оларды тастап кете алмаймын. Соңғы күндерімді бірдеңе жасауға арнаймын. Өзім сияқты әрекет ететін, дос бола алатын бірдеңе жасауға тырысамын. Мен бағдарламауда онша мықты емеспін, сондықтан Эдвард артта бұрылып тағы да бір екі тақтайшаны көреді. Ал ол жерде жаңарту, мен моб жасадым. Ол бәрін есте сақтайды. Джорджға, Виллге, Тайлерге және Кивиге ұнайды деген үміттемін. Менің мұрам өмір сүреді деген ойда. Осыдан кейін бәрі түсінікті бола бастайды. Егер түсінбесеңіз, мен сіздерге түсіндіре кетейін. Осы кезге дейін үйде, шахтада және де тағы да басқа жерлерде жүрген адам бұл Меттің жасаған мұрасы, яғни мобы. Ол оны достарының қайғысын жеңілдету үшін және де достарының қасында бірге жүру үшін жасап кеткен болатын. Бірақ неге сервер бос қалған? Меттің достары қайда кетті? Неге оның клоны жалғыз қалды? Мүмкін дәл осы жауаптар Эдвард Холлоудың Аян атты келесі видеосында жасырылған шығар. Кеттік, дәл сол видеоны бірге тамашалап талқылайық. Эдвард қайтадан сол шахтаға оралып төмен түседі. Бұл жолы ол бұрын зерттелмеген жаққа барады. Біраз тасты қазып верстақ қояды. Сол сәтте ол өзі қоймаған бұл жынды байқайды. Оны қазып жүргенде ішінде тұтас бір бөлме ашылады. Ішке кіріп ол аптырап қарап тұрады және де сандық мен тақтайшаны көреді. Бұл біздің керемет сервердегі соңғы сәт. Эдвард сандықты ашады. Ішінде тағы бір кітап бар. Ол оны оқи бастайды. Джордж, Тайлер, Уилл және Кивиден. Бұл сервер біз үшін өте қымбат еді, бірақ Мет өлгеннен кейін бәрі өзгерді. Бір түсініксіз нәрсе бізді бақылап жүргендей болды. Әлем бұрынғыдай емес еді. Мет ешқашан шағымданбаған. Тек 2016 жылдың басында біз оның ауруы оған тек 3 ай қалғанын білдік. Біз оның үйін сақтап қалуға тырыстық, ол әлі де осында сияқты, бірақ соның кесірінен бәрі бұзылды. Біз бұдан ары шыдай алмаймыз, біз фонар серверін мәңгіге тастап кетеміз. Қош бол. Бұл өте қайғылы оқиға. Моб оның достарымен дос болғысы келді, бірақ олар оны түсінбеді және де осының кесірінен ол қайтадан жалғыз қалды. Эдвард ямаға жақындап кітапты тастайды. Мобтың өзі де бұл жағдайда түсінсін деп. Бір сәттен кейін төменнен қайғылы айқайдың дауысы естіледі. Моб бұны күтпеген еді. Оның үміті мен достыққа деген талпынысы босқа кеткен болатын. Осылайша бәрі аяқталады. Бір кездері қуаныш пен шаттыққа толы сервер енді ешкімге керексіз бос сервер болып қалды. Иә достар, егер де сіздерге Эдвард Холлоудың оқиғасы ұнаса, онда арнаға тіркеліп видеоға лайктарыңызды аямай басып кетіңіздер. Егер де тағы да дәл осындай Майнкрафттан немесе тағы да басқа ойындардан қорқынышты оқиғалар көп шықсын десеңіздер, онда осының барлығын істеп барынша қолдауымызды білдіріп кетейік. Комментарияға өз пікіріңізді жазуды ұмытпаңыз. Ал енді келесі видеоларда көріскенше.